Кейінгі кезде әлеуметтік желілерде түрлі кейбір басылымдарда жаңа классификатор қабылданыпты білім беру бағдары бойынша. Министерство соны бекітіпті. Ол классификаторда қазақ тілі мен әдебиеті, әдебиеттану, мына қазақ филологиясы, болмаса жаңа тарих сияқты, лингвистика сияқты гуманитарлық ғылымдағы мамандықтар алынып тастап, жалпы гуманитарлық бағыттағы мамандықтар болып еніп, әдебиеттану мен лингвистика деп аталады екен, қазақ тілі деген, қазақ әдебиеті деген атау жоқ екен деген сияқты түрлі талқылаулар, осындай сөздер шығып пікір туындап жатыр. Ал енді олардың арасында біздің өзіміз осы жоғарғы мектептің саласында жүрген, осында қызмет істеп жүрген адам болғаннан кейін бізге тікелей қатысты. Сондықтан да біз өзіміз қазіргі кезеңдегі жұмысымызды 2009 жылғы классификатор бойынша жұмыс жасап жатырмыз. Ешқандай онда өзгеріс жоқ. Ал енді биылғы оқу жылында сол бұрынғы классификатор бойынша бұрынғы қазақ тілі мен әдебиеті, қазақ филологиясы, лингвистика, әдебиеттану мамандықтарына сол бұрынғы классификатор бойынша биылғы оқу жылында қабылдаймыз талапкерлерді. Ал енді сол мынау осы негізінде бізге бұл жаңа классификатор келді. Ол сол классификатор бойынша жұмыс істеңіздер деген жоғарғы жақтан айтқанда министрлік тұрғысынан ешқандай бір бұйрық болмаса қаулы келіп түскен жоқ. Біз бұрынғы өзіміздің саламыз бойынша, бағытымыз бойынша 2009 жылғы классификатормен жұмыс істеп жатырмыз. Ал енді жаңағыдай құжаттың қайдан шыққанын, ол құжаттың нендей негізі бар екендігін мен білмедім. Өйткені бізге егер ондай жағдай болатын болса, бізге осы сол жаңадан қабылданған биылғы оқу жылынан бастап жүзеге асатын классификатордың нұсқасы бізге келу керек еді. Ондай жоқ. Сондықтан да ел арасындағы ондай түрлі әңгіме туғызудың меніңше қажеті жоқ деп ойлаймын. Ал жоғарғы мектепте қазір қазақ тілімен керісінше бізге қазақ тілі мен әдебиеті мамандығын, әдебиеттану, қазақ филологиясы мамандықтарынан қосымша біз жаңадан мамандықтар алуға, жаңа мамандықтар жасауға мүмкіндік беріліп отыр. Мысалы алатын болсақ, қазір біз бұрын қазақ тілі мен әдебиетінде магистратура, докторантура мамандықтары жоқ болатын болса, қазір біз соны өзіміз жаңадан лицензиясын алаймыз деп құжаттарымызды дайындап жатырмыз. Сонымен бірге екінші айтатын нәрсе, қазақ тілі кеңінен кеңейтіліп, оқытудың кеңейтіліп, қазір бұрынғы 3 кредиттің орнына 6 кредит беріліп жатыр. Келесі оқу жылынан бастап біз қазақ тілі пәнін 6 кредитпен оқимыз. Бұл деген өте мүмкіндігінше мол сағаттық уақыт деп айтуға болады. Сондықтан да кейбір осындай алып қашпа әңгімелерге халықтың көңілін аудара бермеуді өтінеміз.